Қадірмен достар, бүгінгі біздің бейне жазбамыз мына мәселе жөнінде болады. Мен осы соңғы күндері бір тәпсіршілердің бейне жазбаларын оқып қайран қалдым. Бақтыбай Сейітов өзін елші санап жүр. Менің зерттеуім бойынша ол үш авраамдық діннен, яғни христиандық, ислам, юдаизмнен жақсы жақтарын алып біріктірмекші. Ол өзіне аспаннан кітап түскенінен, Құдайдың аян бергеніне сенімді. Айналасында да өзін қолдайтын адамдар жиналып қалғанын көзім шалды. Енді қараңыз. Мұхаммед те сол кезде Бақтыбай сияқты болмасына кім кепіл? Құранда да Інжілдің, Тәураттың, тіпті Шумер, Вавилонның, Зарастризмнің іздері де бар. Ал ол заманда, яғни қазіргі заманмен салыстырғанда, адамдар надандау болды. Демек, Мұхаммедте Бақтыбайдан гөрі мүмкіндік көбірек болды. Яғни, Бақтыбай сол заманда туғанда, сенушілер артынан ерушілер мыңдаған адам боп кетер еді. Бір гәп осында. Бақтыбай Сейітов сол замандары тумағанында. Әр қарай Құранды оқитын болсақ, ол адамға барлық атауларды үйретіп, сосын періштелерге сендер әділетті болсаңдар, мыналардың мағынасын атауларын жариялаңдар деді. Олар мақтау саған, біз өзінің үйреткенінен басқа ешқандай біліміміз жоқ, сен білгірсің, данасың деп аттан ала қашты. Ол айтты,